Жаздың ыстық күнде тамақ батпаған кезде дәл осылай экран жасап көріп сіздер де жеп көріңіздер. Дәмі өте керемет болып шығады. Видеоны жоғалтылмашы міндетті түрде каналыма подписаться жасап қоңырша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Қазанымызға майымызды құйып, майымыз кішкене қызғаннан кейін осылайша пиязымызды салып, оны кішкене қуырып алатын боламыз. Оның үстінен баклажанымызды салып, оны да кішкене араластырып қуыратын боламыз. Дәмі өте керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Жаздың кезінде жасап жейтіндер болса, комментарияға жаза кетіңіздер. Осылайша алдын ала туралған болгарскийімізді де салып, бір-екі араластырып қуырып алатын боламыз. Кішкене қуырып алғаннан кейін алдын ала туралған үстінен помидорымызды салатын боламыз. Достар, видеоның качествосы онша емес екен демеңіздер. Себебі бұл видео свет жоқ кезде түсірілгеннен кейін осылай телефонның фонаригімен түсіргенмін. Осылайша помидорымызды салып алғаннан кейін оның үстіне татымына қарай тұзымызды саламыз да тағы да бір-екі араластырып, суы шыққанша қайнауға қақпағын жауып қоятын боламыз. Достар, каналыма кіріп көрсеңіздер болады. Каналымда өте көп ыстық тамақтардың, түрлі пісіріктердің, салаттардың рецепттері өте көп. Міндетті түрде қарап жасап көріңіздер. Осылайша суы шығып, кішкене бұрқылдап қайнап шыққаннан кейін тағы да бір-екі араластырып алатын боламыз, достар. Сіздер де осылай жаздың уақытында жасап көресіздер ме? Дәмі өте керемет болып шығады. Я жеп көргендер болса, комментарияға қалай шығатынын жазып кетіңіздер міндетті түрде. 3-4 тіше чесногымызды салып жібереміз де, оның үстінен 2-3 дана осылайша атшымызды салатын боламыз. Атшыны турап салмадым, турап салсаң қатты атшы болып кетеді деп, өзім жегенге деп осылайша 2-3 данасын бетіне салып, кішкене қайнап шыққаннан кейін тағы да бір араластырып, қақпағын жауып, өзінің буымен, суымен пісетін болады. Ешқандай да су қоспайсыздар. Дәл осылай бұрқылдап қайнап шыққан екен, біздің икрамыз дайын болды, достар. Міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер. Дәмі өте керемет болып шығады. Не заттар қосқанымда осы видеоның төмен жағында описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Сіздерге менің жасаған видеом ұнады ма? Ұнаған болса, міндетті түрде бір лайктарыңызды басып, комментарияға өз ойларыңызды бөлісіп кетіңіздер. Және рецепт жоғалтылмас үшін каналыма тіркеліп, қоңырша белгісін басып қойыңыздар.